Мен есімім Қожабай Раушан Түркменбайқызы. Мен осы Бұланды ауданында Аманат партиясының аудандық филиалының төрайымымын. Осында жұмыс жасап жатқаныма уже 4 жылдан астам уақыт кетті. Мен Макинск қаласында емеспін, мен оңтүстік Қазақстан облысында туып өскенмін. Бірақ Макинск қаласына отбасымен уже 25 жылдай болды осында тұрып жатқаныма. Неше жыл мен аудандық әкім аппаратында жұмыс басқардым, ұйымдастыру бақылау бөлімін басқардым. Содан осы жұмысқа ауысқаныма қазір 8-ші шақырылым депутатымын, депутаттық фракцияның жетекші болып жұмыс атқарамын. Жұмысым өзіме өте ұнайды. Өте көп оң өзгерістер бар біздің Макинск қаласында. Мен ойлаймын, бір совет өкіметінен кейін бір көп жыл тұрып қалған сияқты болды. Қазір соңғы 3 жылда мен айтайын, мынау Макинск құс фабрикасы салынды. Біздің ауданнан қаншама жұмыс адамдар, сол жерге жұмыссыз жүрген адамдар жұмысқа орналасты. Сол кезде кейбір адамдар келген кезде сондай бір мақтанышпен айтады, қай жерде жұмыс жасайсың деген кезде мен Макинск құс фабрикасына жұмыс жасаймын деп мақтанышпен айтып, отбасыларын асырап, бір отбасыда 2-3 адамнан жұмыс жасағаны мен соңғы кезде қуантады. Себебі ол халықтың жағдайы дұрысталғаны, біздің ауданның әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсарды деп ойлаймын. Соңғы өзгерістерде біздің қазір Макинск қаласында сол құс фабрикасы салынып жатыр, 45 пәтерлі үйлер салынды, көп пәтерлі үйлер. Ол пәтерлер бізде көп балалы отбасыға кезекте тұрған, сосын жартылай жетім балдарға, сондай отбасыларға берілді, әлеуметтік әлжуаз отбасыларға. Соларға алғанда мен өзім шын айтсам қуандым, себебі бізге, маған да, әкімге де көп баспана сұрап келетін отбасылар болды. Солар алғанда мен шынайы қуандым, себебі сол кісілердің баспанасында тұру, 6-7 баласымен жалдамалы пәтерде, жер үйлерде, іші сыз болып тұрған үйлерде қазір жылы жайлы үйде тұрып жатқанда соның өзі үлкен қуаныш. Сол жерде қарағанда бізде осы үйлер салынып жатыр, жолдар жөнделіп жатыр. Соңғы айтатын кезде бізде мынау қазір ауылдарды дамыту қоры бар бізде. Қазір бізде сол Бақтияр басқарады. Алдында Данияр басқарды. Солардың жасап жатқан жобалау сметалық құжаттамаларына мен шынын айтсам көңілім толады. Бір жоба Яглинский көшесінде, сол жоба өте сәтті шықты деп ойлаймын. Себебі сол жолда бізде жарықтандыру да бар, тротуар да бар, асфальт та бар. Бізде ешқашан болған емес. Тем более екі жағынан да көше жарықтандырып тұрады. Басқа қаладан келіп осы Макинкаға кірген кезде сол көшенің жарықтандырып тұрғаны өте қуантады. Кәдімгі қалаға ұқсап, Яглинский көшесіне, Сейфуллин көшесіне жобалау сметалық құжаттаманы әзірледі. Қордың көп бізге ауданға көп көмегі тиіп жатыр. Оның себебі бізде аудандық бюджетте сол жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеуге көп жерде қаражат жетіспейді. Соған бұл көп үлкен үлесін қосып жатыр. Мысалы үшін Шойын жолының ар жағында 2-ші жалпы білім беретін мектеп бар. Ол салынғалы 30 жылдан аса да күрделі жөндеу көрмеген. Соған олар жобалау сметалық құжаттама әзірлеп, сол терезелер ауысты, сырт келбетін, фасадын ауыстырды. Солардың жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеген не тиімділігі бар? Себебі жобалау сметалық құжаттама дайын болса, біз облысқа бюджеттік өтінім жасап, қаражат бөлуге тезірек мүмкіндігі бар. Сол үшін сол мектеп жөнделді. Ол Шойын жолының артында қаншама бала оқиды, қаншама тұрғын тұрады, 4000 халық тұрады. Сол мектептің сырт келбеті кішкене жөнделіп, дұрысталғанға шынымен де қуандық. Мына бізде қазір школа-гимназия дейміз, мектеп гимназиясында ол да 30 жылдан астам жөндеу көрген жоқ. Соған да жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеп, жақсы қазір сырт келбеті, терезесі, бұрынғы совет өкіметінен қалған терезелерді ауыстырып, шатырын ауыстырып, кішкене келбеті кіріп, біздің Макинск қаласына оң өзгерістер болып жатқаны шынайы сол қорға алғысымызды білдіргіміз келеді. Солармен жұмыс жасаған өте қуантады, өте дұрыс, бағыттары дұрыс, шынайы солармен жұмыс жасаған шынымен өзімізге қуаныш келтіреді. Осындай жігіттер, осындай қор, шын жанашырлар ауданға да жаны ашып, біздің Бұланды ауданына көркейіп, өсе берсе деген тілегіміз бар. Олардың да осы концепциясы маған ұнайды. Билік бар, бизнес, қоғам үшеуі байланыста. Себебі билік өз тарапынан көмек береді, бизнес өз тарапынан, ал қоғам олар айтады. Мына жерде біздегі осы Бұланды ауданында
қоғам, общество өте белсенді. Мына жерде жол жасалмай жатыр ма, мына жерде мусор жатыр ма, соның бәрін белсенді. Блогтар бар, Макис блог, Макис лайф деген, соларда ол өз өтінімдерін айтады. Сразу билік сол өтініштерге сразу реагировать етеді. Сосын билік арқылы көп бізде бизнесмендер де бар, которые действительно вкладываются в этот район. Солардың үшеуі осы үш бірлік бірге жұмыс жасаса көп игерілетін, алмай алатын ақсулар көп деп ойлаймын. Себебі осы үшеуіне байланысты қоғам өз билігін жеткізеді, бизнес өз тарапынан өз көмегін береді, жаңағыдай поезды жасауға, басқа да бір техника керек болса да бюджеттен қаражат шығармай, бизнес ойлаймын халыққа бет бұрды. Сол үшін көп көмегін, концепция дұрыс. Соған мен өте қуанамын. Жұмыс ары қарай жанданып, жалғасын тапса деген үміттемін. Тұрақты дамудың өзі айтып тұр ғой, егер осы қор тұрақты жұмысын жасап тұрса, ауыл да, аудан да гүлденіп дамиды. Себебі жаңағыдай байланыс бар да, қандай не болса да бұлардың ұстанымдары өте дұрыс. Себебі биліктегі шешілмеген мәселені қор шешеді. Содан қор өзінің мәселесін шешсе, тұрақты бізде дамиды, ауыл да дамиды, қала да дамиды, аудан да дамиды. Өзі қордың аты айтылып тұр, тұрақты дамыту қоры деген. Сол үшін мен ойлаймын, бұлардың концепциясы жаңа айтып кеттім ғой, өте дұрыс. Сол үшін қай жерде мен олардың страницасында қарап отырамын, өте жақсы, бәр жерде жақсы көрсетіп, біздің ауданда емес, бірақ біздің ауданға осы қордың көп көмегі тиіп жатыр. Мен ойлаймын, біздің аудан өте жаңағы образцовый аудан болып, басқа аудандарға көрсете біледі деп ойлаймын. Себебі бізге салып атқан қордың қаражаты өте көп, бірақ қарапайым халық білмеуі мүмкін. Сол үшін қарапайым халыққа біз жеткізе білу керекпіз. Ең бірінші жаңа айтқандай жобалау сметалық құжаттамаларды әзірлеп бізге көмектесіп жатыр. Мына жолға да болсын, мектепке жөндеу жұмыстарына болсын, тағы басқа көп күрделенген мәселелердің бәрін шешуге. Сол үшін осы мәселені ары қарай көтере берсе, билік ол өз тарапынан қалай да болса көмегін көрсетеді. Бюджеттен жоғары тұрған бюджетке өтінім жасап, міне біздің қолымызда осындай жобалау сметалық құжаттама бар. Бізге осы қажет, мына ФАП қажет, мына жол қажет, жаңағыдай тағы да басқа поликлиника қажет деген халыққа, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін сондай әлеуметтік маңызды объектілер көп болу керек. Соған мен ойлаймын, қордың концепциясы өте дұрыс. Сол үшін қорға мен сәттілік тілеймін, әрдайым халықтың үнін, халық пен биліктің ортасындағы, мен ойлаймын, қор как связующее звено сияқты халыққа не қажеттілігін түсінеді қор, ал билікке жаңа поезданы жасап береді, а билік жоғары тұрған бюджеттен қаражат сұрап, сол бір-бірге жұмыстарын жалғасын табады деген үміттемін.